Проклятый крыса, а? Тура осылай крысаны кім атайды? Конечно, мына без подписки көріп атқандар крыса болмаңыздар, потому что ол дұрыс емес. Каналға жазылыңыздар, қызыл кнопка подписацияны басып, серия қылсаңыздар. Қалайсыңдар менің сүйікті подписчиктерім, және сіздермен мен Ердан Канаев және де Аслан, Ернат, Нұрсұлтан. Короче, достар, бүгін просто офигенный, керемет, қорқынышты видео болады. Бұл видеоны кешке өзің жалғыз көрме. Иә, және де жүрегі әлсіздерге көруге тыйым салынады. бүгінгі видеоның аты қорқынышты машинаны кім соңғы шыңғырады. Бұл видео қалай болды деп ойлайсыздар ғой. Короче, біздің бір досымыз бар. И оның всегда бізге айтып жүреді, квест ашқым келеді деп. И потом біз айттық. И базар жоқ, енді квест ашасың ғой, қалай қорқыта аласың дедік. Потом айтады, смело, бәрін чыстыртам деді ғой, прям. И енді біз айттық, давай біз видео түсірейік, көрейік ала өнерімді дедік. И сол машинамен келдік, міне. Сіздерге, наверное, көрінбеуі мүмкін, или көрінді ма, білмеймін. Осы жаққа кел деді, сағат 11-де дедік, 11 болды ғой, примерно. Короче, 11 болып қалды. Біз осы жаққа келдік, енді бұл жаққа ол келді ма, келген жоқ па, или тыстап кете ма, білмей жатырық енді. Наверное, 11-лерде бастаймын деп айтты өзі. Кішкене қорқыныш бар, өйткені бұл жақтың бәрі ну орман. Қазір сағатқа қарасақ, уже 11 болып қапты. Машинаны айдап, уже алды қарай жүріп, біраз ішке қарай кіреміз ау. Өйткені олар біздің келгенімізді байқады ма, байқаған жоқ па, білмей тұрмын. Еще оның жанында біреу емес, может достарын ертіп келуі мүмкін. Ну, көре жатармыз қазір. Ал машинаны айдаймын. Ух, Еба. блин, байқаңдар ма? Кім анау? Көрдіңдер ма? Иә. Щип. Давайте жеге. Короче, көрейік. Тоқтаңдар. Мен ең басты нәрсені айтуды ұмытып кеттім ғой. Бізде каждыйымызда бір рет қана айғайлаймыз. Если мысалы Аслан қатты айғайлап жіберсе, все болды, ол ойыннан шығады. Если сен қатты айғайлап жіберсең, ойыннан шығады. Бір-ақ рет қана. Так что түскенде айғайлап жіберсеңдер, сразу шығып кетеміз ойыннан. Короче, кеттік түсейікші. Бізге реально қатты қорқынышты болатыр. Бұл үшін сіздер жай ғана подписка жасасаңыздар болды. Түсіндіңдер ғой, иә? Еще бәріміз бірге жүрек. Блин, бір қорқынышты бір нәрсе болады деп ойлайсыңдар ма? Блин. Қазірден бастап қорқынышты. Ортада жүрейін бе? Алдыда жүрейік. Мен де қорқамын екен, чо? Мен де қорқып тұрмын, негізі кім алдыда жүреді? Ердан жүрейін бе? Блин. Не үшін мен жүруім керек? Мен камерамен мыналармен жүрмеймін, Ернат жүреді, Ернат. Блин. Біз қорқпаймыз, ба? Қорқамыз. Блин, короче, тез көре салайық мына жақта. Ары қарай барып, кассияққа тығып, біз ана жерде жамбас қалды. Наверное, ешкім жоқ сияқты, иә? Ешкім жоқ сияқты, блин. Машинаға қайта береміз ау, что-то машинада алыстап кеттік біз. Машинада біраз қауіпсіз, да? Иә. Жүр, машинаға басайық. Машина тез. Ну, короче, достар, біз машинаға келдік, и қазір машинаға отырып ары қарай жүре береміз ғой деймін. Кеттік, машинаға отырайық. Тез отырдым. Так, машина кілті қайда? Сен алған жоқсың ба? Машина кілті сенде емес пе? Машинаның кілті сендерде жоқ па? Ернат кілтті алған жоқсың ба? Жоқ, алған жоқ. Қалайсың? Сен алмадың. Сен де алмадың. Ойнамай айтыңдаршы. Жоқ, ойнап отқан жоқсың. Серьезно? Блин, негізі Бағана сені ащы машинаны қалдырып кеттің ба? Білмеймін, мен вроде... Жо, мен оны алмадым негізі. Машинаны қарап көрейік. Машинаны біз жаппадық. Біз бағана қаш орманға титкенде, вроде машинаға ешкім жақындаған жоқ, е? Ешкім болған жоқ жан жағында. Сонда... Жоқ, қалай сонда машинада соғып тұрған кілтті қалай алып кетті? Білмеймін даже. Пацаны, маған қатты қорқынышты отыр, негізі жүрегім уже соғып отыр. Мына Қайттық болды. терім уже көбір. Қайтамыз ба? Блин, солай беріле саламыз ба? Қалай қайтамыз? Жоқ, машинаның кілтін табу керек қой. Машинаның кілтін. Жоқ, ана дос балаға айтқанда айттық қой, қорқмаймыз анау мынау деп өзінше кәдімгідей айтып тастадық қой, ол просто үндемей көресіңдер ғой деген сияқты қылмайды. Тазыр болады ғой бізге вроде. Аяқ машина. Блин, не кеткенде машинаның кілтін іздейік. Может, ар жаққа түсіп қалған шығар рас менде. Жерде түсіп қалды. Может, бәлкім мен алып ұмытып кеткен шығар. Жоқ, мен негізі алмадым.
давай көріп Көріп келейік. жерді бір көріп давай блин капец қорқынышты отыр жүріңдерші бірге жүрейік сол уақытта біз машинаның алдына бір камераны қойып қойғанбыз короче қазір сол камераны қарап отырсам бір нәрсе өтіп кетті машинада тұрып короче қазір өзіңіз көресіздер а то қорқынышты уже қалай ойлайсың Нұрсұлтан қайда түсті деп ойлайсың Білмеймін. Меніңше ана жақта да жаңа сөйлеп тұрған жерлерінде түсіп қалған шығар. жоқ мен негізінен расымды айтайын мен машинаның кілтін алмадым сонда ол қайдан қалай алып алды машинаға ешкім жақындамады біз қатты ұзаған жоқпыз ары кетсе 100 метр ол мысалы әне машина ана жақта тұр ана ортада тұр давай іздеп көріңдерші осы жақтарда болу керек негізі давай ары қарай барып көрейік тағы ішіне кіріп по идее анау мына жаққа жүгірді осы жаққа жүгірді Ернат айғайлады все Ернат шығасың ну ладно біз немен іздеуіміз керек кілтті міне мына жақта тұр екен кілт блин достар көрдіңіздер Ернат шығып кетті қатты айғайлаған блин бізге шынын айтсам қатты қорқынышты болып жатыр мына ағаш не бәле жүн ба бір бәле ғой блин қорқынышты негізі жүріңдер кеттік машинаға тез барайық главный кілтті алдық Нұрсан сол бағана Ернатты шөпті бір нәрсе қалған короче Ернат шығып кеткенде кім болғанын байқаған жоқсың ба неше адам болғанын Білмеймін, мен де қасында тұрған байқамадым. Айқайлай алмай қалдым. Қорыққаным сонша. Айсик аржан қарашы. Аслан, не болды? Біле сен көрдің ба, Нұрсан? Көрдім, ақ киім киген біреу. Басыншы. Жоқ, қалай жоқ болып кетті? Отырған. Жеге өтірік келмеші. Жоқ, реально. Біз астын қарап көрші, может. Сияқты бар шығар. Жеге өтірік айтпан. Жоқ па ешкім? Блин, бірақ аппақ шашты біреу тұрды, иә? Блин, мен жүрегім может соғып жатыр. На терілер может тұрып кетті мына жақтан бар ғой. Блин, не істейміз енді? Маған қатты қорқынышты отыр ғой. Блин. Жеге. Білмеймін мен. Осы жерден қайтайын. Ренжімеңдер. Точно ма? Қайтасың ба? До конца. Жо, Может, до конца? Жоқ, қайтам. Ернат қолы жетті. Қайтам мен болды. Пусть дейді қазір комментарийда. А? Пусть дейді. Маған бәрі. Пусть дейді беріңдер. Блин, брат. Маған қорқынышты негізі. Одан бетер қорқынышты болды. Блин, не істейміз енді? Екеуміз ғана қалдық. Не істейміз енді? Осы жақ тұра береміз ба? Қорқып тұрмын, мына екі жағымнан шығып қалатын сияқты. Блин, менікі де. Блин, жауып тастайыншы мен. Сен де жауып таста. Блин, достар, бізге шынымен де қатты қорқынышты болып тұр. Бұл қорқынышты только лайк. Клоунның мұрнын киіп алып жүреді ғой, прикол кішкене болып. Айтып жүреді ғой, квес айтып бүйтіп қорқынышты киноны көрдің бе деп сенен өмірі всегда сұраушы еді ғой. Ана жерде біреулер жүрген сияқты.
Блин, меніңше де. Блин, вообще қорқынышты маған. қай жер? Білмеймін. Ана алдыда бағана жүгіріп өтіп еді ғой, білесің ба? Иә. Блин. Бізге реально қорқынышты болып тұр. Барлық жақ шөп ештеңе көрінбейді. Нұрсұлтан екеуміз далаға пойди бекер шықтық. Блин, достар, Кеттік, бізге- машинаға кеттік. машинаға ма? Машинаға кеткен дұрыс па или доказ? Қандай? Алып кет. Блин, достар. Короче, бағынан бері жүгіріп келе жатыр, мен үй жақ қарай. Блин, кажется, адасып кеттім ғой. Но все равно қазір примерно жолды білем деп ойлаймын. Блин, Нұрсұлтанды, наверное, қайтару керек. Екінші частьте, наверное, болады. Конечно, сіздер лайк и міндетті түрде подписаться етсеңдеріңіздер. Екінші частьсін түсірем. Блин, Нұрсұлтанды қайтаруым керек, өйткені ол менің жан досым. Оны просто сүйреп алып кетті, блин. Мен негізі ол досым. Блин, короче, кеттім мен.